Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалармен отырғанда Алланың елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, әрбір мұсылман садақа беруі міндетті деп міндеттеді. Сонда сахабалар: я Расулалла, садақа беретін қаражат таппаса ше деп еді, жұмыс істесін, садақа берсін деді. Я Расулалла, оны да таппаса ше деп еді. Мұқтаж жанды тауып алсын, оған қарайласын, көмектесін деді. Мұқтаж жанды да таппаса ше деп еді, онда сырттағы кедергі келтіретін заттарды алып тастасын, білім алсын, көшедегі жұртқа көмектесін, ол оған бір садақа болып жазылады деді. Бұл Бұхари мен Муслимде жеткен сахих хадис. Сондықтан да әрбір мұсылман садақа беруі міндетті екен. Ал садақа адамды түрлі бәле жаладан сақтайтынын да ескереміз. Ал енді садақаны берудің ең тиімді жолы ол жәннәтул фирдауси қорына аудару. Өйткені ол садақаңыз 1000 баланың тегін білім алуына, 100 қаридың Құран жаттауына жәрдемдескен боласыз. Қазіргі таңда жәннәтул фирдауси қоры дәл осындай QR кодтарды видеоларға да қоя бастады. Шымкент қаласындағы автобустарға да қойылды және әрбір дүкендерде тұрған садақа жәшіктеріне де қойылған. Осы QR кодқа камераңызды тақау арқылы жәннәтул фирдаусидің реквизитін табасыз және шамаңыз жеткенше садақаңызды аударасыз. Берген садақаңызды Алла қабыл етсін.